Құрметті оқырмандар, баспасөз өмірайнас айдарының келесі таныстырылымда Қазақстан дәуірі халықаралық саяси қоғамдық танымдық газетінің 30 жылдық мерейтойына арналған қысқаша ақпаратты назарларыңызға ұсынамыз. Биыл Қазақстан дәуірі халықаралық саяси қоғамдық танымдық газеті 30 жасқа толып отыр. Тәуелсіздікпен түйедей құрдас бұл газеттің алғашқы атауы Қазақстан заман халықаралық қоғамдық саяси танымдық газеті деп аталды. Алғашқы редакторы, халық жазушысы, атақты сатирик Қалтай Мұхамеджанов болатын. Тәуелсіздіктің қарлығашы саналатын Заман Қазақстан газеті Түркия мен Қазақстан арасындағы ақпараттық құрал көзіне айналған, екі ел арасына рухани-мәдени көпір орнатқан басылым. Газет оқырмандарға әлеуметтік, экономикалық, қоғамдық саяси ақпараттар ұсынады. Ширек ғасыр тарихы бар газет өзінің даңғыл жолынан жаңылмай екі ел арасында ақпараттық байланыс орната білді. Газеттің алғашқы редакторлық қызметін абыроймен атқарып шыққан Қалтай Мұхамеджанов басылымның ел арасына кең таралып, халықтың көзайымына айналуына сүбелі үлес қосты. Ұлт мүддесін алғашқы шепке қойған халықаралық басылымда қазір жаңа айдарлар жарық көріп, оқырман назарына көкейкесті мәселелерді ұсынып келеді. 1992 жылы 17 қаңтарда алғаш рет Заман Қазақстан газетінің алғашқы нөмірі жарық көрді. Содан бері халықты елдегі, әлемдегі жаңалықтармен сусындатып, саяси танымдық мақалаларымен оқырмандардың ыстық ілтипатына бөленіп келеді. Кейін бұл басылымда белгілі журналистер Болат Бодаубаев, Жұмабай Шаштайұлы, Марат Тоқашбаев бас редактор болып қызмет істеді. Бүгіндері атағы таудай білікті де білімді журналистер осы газеттен қанаттанып ұшып шықты, қияға самғады, елге танылды. Қазақстандағы алғашқы халықаралық басылым ретінде 2000 жылы Қазмедиа жауапкершілігі шектеулі серіктестік компаниясының құрамына қайта құрылып, Қазақстан заман болып өзгертілді. Бұл кезде басылымның директоры болып белгілі журналист Ахмет Алияс Серхан Қазтүрік газеттің өрісінің кеңеюіне үлкен еңбек сіңірді. Газет 2017 жылы өзінің 25 жылдық мерейтойын үлкен деңгейде атап өтті. Алайда арада бір жыл өте салысымен газет атауына өзгерістер енгізілді. Оған Түркиядағы саяси оқиғалар жанама әсер еткені рас. Көзі қарақты оқырманның жүрек түкпірінен орын алған Заман Қазақстан содан бері Қазақстан дәуірі атты жаңа атауға ие болды. Бүгіндері газеттің бас редакторы, балалар жазушысы Ертай Айғалиұлы, жауапкершілігі шектеулі серіктестік бас директоры, Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген қайраткер, журналист Сәуле Мешітбайқызы. Қазақстан дәуірі газетінің 30 жылдық мерейтойына арналған мақалалар мен зиялы қауым өкілдерінің құттықтау мен жылы лебіздері, Ақтөбе облысының әкімі Ералы Тоғжановтың да газет ұжымына арналған құттықтауы 22 жылдың 22 қыркүйек айында жарық көрген номері 37 шығарылымда жарияланып отыр. Сонымен қатар газеттің бас редакторы Сәуле Мешітбайқызының Қазақстан дәуірі газетінің қысқаша тарихы һәм жүріп өткен жолы жайлы толық мақаласымен таныса аласыздар. Құрметті Қазақстан дәуірі газеті ұжымын 30 жылдық мерекесімен құттықтаймыз. Алла разыларыңыз көп болсын. Елдік, ұлттық мүдде жолында қызмет ете беріңіздер. Оқырмандарыңызды қуантатын жақсы жаңалықтар, оқығанның танымын кеңейтетін сапалы сараптамалар көп болғай.